Әр адамның өмірінде өте ауыр сәттер болады. Осы сәтте сіз тек жұбанышпен қабылдауды қалайсыз. Сіз дәл осындай қиын сәтте Құдай әр адамға бұрынғыдан да жақын екенін білесіз бе? Дәл қазір ол сізге былай дейді: қорықпа, мен саған жар боламын. Абыржыма, мен сенің Құдайыңмын. Саған қуат беріп көмектесемін. Жеңімпаз қолыммен сүйемелдеймін. Мен сендерге амандық пен тыныштық сыйлаймын. Өзімнің тыныштығымды беремін. Менің беретінім осы дүниенің беретін өткінші тыныштығы сияқты емес. Сондықтан көңілдерің қобалжып қорықпаңдар. Жүрегі жаралыға жаратқан жақын тұрады. Жаны күйреп, күнәсына өкінгенді құтқарады. Жаралы жүректерді сауықтырар, қайғы қасіреттерін ол жұбатар. Қиналып, қатты шаршап шалтыққандар, еңселерін тым ауыр жүк басқандар, менің қасыма келіңдер бәрің. Жандарыңды мен рахатқа бөлеймін. Жаратқан иеге арт бар уайымыңды, ол сені қолдап ойлайды қамыңды. Мәңгілік құлатпайды әділ жанды. Барлық уайымдарыңды Құдайға сеніп тапсырыңдар, себебі ол қамдарыңды ойлайды. Құдай біздің панамыз да күшіміз, қиын кезде сенімді көмекшіміз. Үмітіміздің бастауы Құдай қандай жағдайда да бәріңді қуанышпен тыныштыққа кенелте көрсін. Өздерің оған сене отырып, киелі рухтың құдіретімен үміттерің молая түссін.